Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер нефропатолог Ақжарқын Сізқасқызы. Бүгін сіздермен эпилепсия ауруын емдеудің 4 негізгі жолы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен мен каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып кетуді ұмытпаңыздар. Өйткені менің көретін адамдардың 95%-ы маған тіркелмей көреді екен. Сондықтан тіркелулеріңізді сұраймын. Ал енді эпилепсия ауруын қалай емдейміз? Осы сұраққа жауап берейік. Ең бірінші емі, егер сіздерге диагноз эпилепсия деп қойылатын болса, бірінші ем ол эпилепсияға қарсы препарат беру. Яғни эпилепсия дегеніміз бізде өте ауқымды, өте үлкен, оның түрлері өте көп. И дәрі-дәрмектердің өзі де жеке-жеке әртүрлі тағайындайды. Сіздер енді комментарияға жаңағыдай өздеріңіз сұрақтарыңызды қойып жатырсыздар. Қандай дәрі береміз, жазып кетіңізші деп. Дәрілерді мен қазір сіздерге жазатын болсам, ол дәрі сіздерге сәйкес келе ме? Сіздің эпилепсияның түріне жаңағыдай қалай болады, баланың индивидуалды организм қалай қабылдайды? Ол өте щепетильный вопрос. То есть ол дәріні негізі сіздерге эпилептолог тағайындап береді. Яғни эгінің результатына қарайды, приступтың ұстауына қарайды, және де баланың өзінің жағдайына, даму ерекшелігіне қарайды. Сөйтіп индивидуалды әр балаға әртүрлі дәрі-дәрмек тағайындайды. Мысалы, депакин бір балаға жағатын болса, екінші балаға жақпауы мүмкін. Немесе бір балаға побочный осындай беретін болса, екінші балаға бермеуі мүмкін. То есть сіздер өздеріңізге сәйкес келетін дәрі-дәрмекті эпилептолог дәрігер тағайындап береді. Және де дәрі тағайындаған кезде ол дәріні тағайындады, бітті, сонымен деп біресе беріп, біресе бермей, үзіп, немесе өз бетінше отмена жасап жатады. Вот сондай жағдайларда дәрі-дәрмекке көнбейтін фармакорезистентная эпилепсия деген дамиды. Сондықтан егер сіздерге дәрі-дәрмек тағайындалса, приступ сіздерде купироваться етіліп уже ұстамайтын болса, онда бұл дәріні үзуге болмайды. Осы дәріні үзбей ішетін болсаңыздар, балаңыздың дамуы да артта қалмайды, балаңыздың өмір сүру деңгейі де жақсы болады. Сондықтан бірінші кезекте ол дәрі-дәрмектік ем. Енді екінші емдеу жолы ол операциялық ем. Операциялық емді біз обычно очаговый түрі, ошақты эпилепсия түрінде, яғни мида определенный очаг болса, то есть МРТ түсіреміз бірінші, желательно МРТ-ны 3 теслалық МРТ-ға түсірген дұрыс. Өйткені 1,5 теслаға қараған кезде 3 тесла прям четко көрсетеді. Каждый клеткаларды көруге болады. Осы МРТ-ны жасау арқылы сіздер, егер ол жерде ошақ болатын болса, нейрохирург көріп жаңағыдай операция жасайтын болса, көп жағдайларда бұл приступтар азаяды, немесе мүлдем жойылуы мүмкін. Сондықтан екінші ем ол нейрохирургиялық операциялық ем. Енді үшінші емі бізде егер мысалы операцияда болмайды десе, егер ешқандай дәрі-дәрмектер көмектеспеген жағдайда бізде нервус вагус деген болады. Кезбе нерв дегеніміз тура осы мойын арқылы өтеді. Бүткіл ағзаларға барады. Сондықтан осы нервті, жаңағыдай осы нервтің қозуының арқасында осындай приступтар көрінеді. Осы нервті тежейтін имплант қояды. Примерно осы облысқа, әсіресе сол жақ бөлігіне имплант қойылады. Бұл имплант жаңағыдай именно осы кезбе нервтің жаңағыдай жұмысын тежейді. Сол кезде 45% жағдайда приступтар азаяды. То есть он дәлелденген уже. То есть если VNC терапия, яғни нервус вагус деп аталады латынша, осы терапия бізде тоже 45% жағдайда эпилепсия приступтарын азайтуы мүмкін. Бұл үшінші емдеу әдісі. Төртінші емдеу әдісі ол кетогенная диета. Кетогендік диета дегеніміз ол балаға өте майлы тағамдар беріледі. Әртүрлі майы көп еттер, әртүрлі майлы заттарды өзі сіздерге дәрігер тағайындап, кәдімгідей бүткіл анализдерін бәрін тексеріп, бауыр жағдайын, іш құрылыс жағдайын бәрін тексеріп,
егер действительно ешқандай дәрі-дәрмек көмектеспейді, ешқандай жаңағыдай операция болмайды дейтін болса, онда кетогендік диетаны қолданып көрсеңіздер болады. Кетогендік диетада ол жаңағыдай майлы процестерін, майлы тағамдардың арқасында кетон деген болады. Кетондар түзіліп, осы кетондар жаңағыдай эпилепсиялық приступтарды азайтады. То есть бұл как вспомогательный, қосымша, егер ешқандай ем көмектеспей жатқан жағдайда кетогендік диета. Бірақ бұл диетаны міндетті түрде дәрігердің жаңағыдай бақылауымен сіз қайта-қайта бауырының показательдерін тексеріп отырасыз, өйткені майлы тағамдар болғандықтан бауырға үлкен әсер етеді. И көбіне АСТ, айлықты, печеночный пробалар көтеріліп кетеді. Сол моменттерде бауырға қосымша жаңағыдай лечение беріп отырып, осы диетаны ұстанып, жаңағы баланың приступтарын азайтуға болады. Бұл негізі 4 әдіс. Енді ең негізгісі қорытындылай келе мен сіздерге айтарым, міндетті түрде бірінші эпилепсияның қай түрі екенін анықтап біліп алу керек. Егер диагноз тура қойылса, дұрыс қойылатын болса, онда емнің уже эффект жақсы болады. Және де ата-аналардан өтінерім, қалай сізге дәрігер тағайындады, солай үзбей беріңіздер. Өз бетіңізше дәрі-дәрмекті тоқтатпаңыздар. Өйткені мысалы сіздер беріп жатқан препаратты, мысалы депакинді тоқтатып қойдыңыз өз еркіңізбен, сосын балада приступ күшейіп кетті. Уже біз депакинді тағайындайтын болсақ, қайтан ол приступ көмектеспеуі мүмкін приступқа. Сол кезде уже басқа дәрі іздейміз. Сөйтіп сіз уже дәріге бала уже устойчивый болады. То есть дәрі уже әсер етпей қалады балаға. Сондықтан сіздерге айтарым, міндетті түрде дәрігердің тағайындауымен дәріні үзбей беріңіздер. Содан кейін әрине ЭЭГ түсір десе, ЭЭГ-ні міндетті түрде уақытылы түсіріп, ЭЭГ арқылы жаңағыдай приступтарды бақылап отырасыздар. Және эпилептолог маманымен постоянно связьда болуларыңыз керек. Осы мәлімет сіздерге пайдалы болған болса, сұрақтарыңыз болып жатса, комментарияларға жазыңыздар, видеомен бөлісіп отырыңыздар. Мен тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.